Қайырлы күн, қымбатты қазақ елі. Мен сіздерге көп жылдан бері өзім бүрме қарын жасаушы едім, бірақ дайынды пісіріп әкеп көрсететінмін. Бүгін мен сіздерге басынан аяғына дейін көрсетемін. Мен мынау қойдың қарны, ылғи жылқының қарнымен жасаушы едім. Бұл жолы енді шағынырақ қып қойдың қарнымен жасайыншы деп тұрмын. Бұл жерде міне бүтін тауықтың еті бар, себебі еттер қатты майлы келеді. Қазір сондықтан біздің диетный жасауға тура келеді. Тауықты түгел сыйдырушы едім, мына енді қойдың қарнына түгел сыймауы мүмкін, сондықтан мен бөліп салайын деп тұрмын. Әртүрлі қып жасаған өте дәмді болады ғой. Мен кеше бұны жуып шайып, аздап тұздап қойғанмын тауықтың еті. Ал енді қойдың еті ол енді тұздалған ет. Түсінікті болу үшін мен сіздерге бүгін бастан аяқ көрсетейін деп тұрмын. Бүгін менің туылған күнім еді. Соны көкке шығайық деп пісіруін сіздерге табиғат аясында пісіріп көрсетемін. Мен енді қазір сіздерге салып көрсетемін. Мен дәмді болу үшін мінекей қара бұрыш, екі түрлі көкшөп, картошка сәбіз, чеснок. Бисмилля деп салуды бастайын. Алдыменен міне қойдың жілігі, тауықтың етін бөлмей пісірген өте жақсы. Енді мен көбірек сыйсын деп бөліп пісіріп тұрмын, бөліп жатырмын. Міне енді мына жамбаста сиятын көрінеді. Сияйын деп тұр, сондықтан мен арасына алдыменен мына картошка елерін салып жіберейін, сәбіз картошканы. Қазір көкөніс араласпаса болмайды ғой. Араласу керек көкөніс, көкшөптер. Енді мен кішкене қара бұрыш сеуіп жіберейін. Қара бұрыш себейін кішкене. Дәмдірек болсын дегенім. Енді міне біраз жаңа дайындап алған чеснок, екі түрлі көкшөп, соларды салайын. Дәмді, мейлінше дәмді болған жақсы ғой әрине. Мен енді жамбасты салайын. Жылқының қарны әрине жақсы. Енді мен өзім бүгін көптен бері алып қойған қойдың қарны бар еді. Соны мен жасай салайын деп тұрмын. Бәрібір тауықтың еті сол кетіп қалайын деп тұр ғой. Қойдың қарны болғанменен көбірек болсын, әрі дәмді болсын, әрі диетный болсын. Енді бұны бүрме қарын деп айтатын себебі аузын бүріп тігеді ғой. Сондықтан бұл бүрме қарын аталады. Міне енді қарынның аузын бүріп тігеміз. Енді ол қарынға еттеріңізді ішіне салған тағамдарды сондай тығыз жасауға болмайды. Ол да жарылып кетеді қазы сияқты. Міне осылай міне аузын бейтіп бүріп тіктім, жиілетіп. Сіздерге енді қазанға салып, табиғат аясында пісіріп, бәрін аяғына дейін көрсететін боламын. Бисмилля. Міне құрметті көрермендер, бағанағы менің бүрме қарным. Сіздерге айттым ғой, табиғатқа келіп пісіремін деп. Сол бүрме қарнымды міне далада, табиғатта бүгін менің туылған күнімде далаға пісірейін деп жатырмын. Бисмилля. Міне енді дайын болғанда өздеріңізге көрсетемін. Бисмилля, қымбатты көрермендерім, міне енді менің бүрме қарным мына табиғат аясында пісірдім. Міне менің бүрме қарным міне бағанағы табиғат аясында пісірген, міне түсіріп алдым. Енді бұған қамыр саласыздар. Қамырым піскен жоқ. Көрсетемін өңге. Қымбатты көрермендер, менің бүрме қарным міне кесіп сіздерге көрсетейін.
Бұның ішінде бағана өздеріңіз көрдіңіздер. Негізі мен ылғи жылқының қарнымен істеймін, енді қойдың қарны да жақсы, шағынырақ болғанда кейде қойдың қарнына пісіруге болады. Мінекей. Міне жілік, тауықтың еті, қойдың жамбасы. Егер де видеом ұнаған болса, лайк басып тіркеле кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.